Сәлеметсіздер ме оқушылар? 4-ші сынып қазақ тілі сабағы. Мәдени мұра бөлімі 35-ші сабақ. Бүгінгі сабақтың тақырыбы сөйлемнің дара және күрделі мүшелерін қайталаймыз. Бұл сабақта сен берілген сурет арқылы мәтіннің мазмұнын болжай аласың. Мәтіннен күрделі мүшелерді табуды үйренесің. 12-ші жаттығу. Суретте не бейнеленген? Ол қай қалада орналасқан сұрақтарына берілген жауаптарыңды дәлелдеп үйрен. Суретке назар аударамыз. Бұл қай қалада орналасқан? Және бұл жерде не бейнеленіп тұр? Ойланып көрейік. Олай болса, суретке сәйкес дәлелдермен толықтырайық. Мәтінді мұқият тыңда. Алғашқы 3 сөйлемді көшіріп жазып, оның қайсысы дара, қайсысы күрделі екенін тап. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Ол бүкіл әлемдік мұра тізіміне енген. Кесенені салуға Әмір Темір бұйрық берген. Кесененің қабырғалары биік, үлкен шаршы бөлме. Оның ортасында үлкен тайқазан бар. Тайқазан бірлік пен қонақжайлылықтың белгісі. Оның диаметрі 2 метрден асады. Салмағы 2 тонна. Суреттердегі бейнеленген ескерткіш естеріңе түсті деген ойдамын. Ол Қожа Ахмет Яссауи кесенесі екен. Олай болса, осы сөйлемдегі алғашқы 3 сөйлемді табайық. Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі көне сәулет ескерткіштерінің бірі. Бұл бірінші сөйлем. Екінші сөйлем ол бүкіл әлемдің мұра тізіміне енген. Және үшінші сөйлем кесенені салуға Әмір Темір бұйрық берген. Осы 3 сөйлемнің ішінен күрделі мүшені табайық. Кімнің кесенесі? Қожа Ахмет Яссауидің. Яғни бұл 3 сөз бір сөйлем мүшесін атқарып тұрғандықтан, бұл күрделі сөйлем мүшесі. Не істеген? Тізіміне енген. Бұл 2 сөзде бір сұраққа жауап бергендіктен күрделі сөйлем мүшесі. Және кім? Әмір Темір. Күрделі сөйлем мүшесі. Не істеген? Бұйрық берген. Бұл күрделі сөйлем мүшесі. Сонымен қатар бір ғана сөзден тұратын дара сөйлем мүшесі бар ма екен? Өзің анықтап көр. 14-ші жаттығу. Төмендегі графикалық модельді басшылыққа алып, ішінде күрделі мүшесі бар сөйлем құрап. Олай болса, мына жердегі модельге қарап отырып, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Кім? Арман. Арман не істеді? Алып сабаққа барды. Қашан сабаққа барды? Кеше. Несін алып сабаққа барды? Сөмкесін алып. Сөмкесі қандай? Сөмкесі қызыл. Арман кімнің кеше сөмкесін, қызыл сөмкесін алып сабаққа барды? Ағасының. Олай болса, құрастырған сөйлемімізге назар аударайық. Арман кеше ағасының қызыл сөмкесін алып сабаққа барды. Өзің де осыған ұқсас етіп, сұрақтарға жауап беріп отырып, сөйлем құрастырып көр. Бұл жерде сабаққа алып сабаққа барды күрделі сөйлем мүшесі. Себебі бұлардың барлығы бір сөйлем мүшесіне жауап беріп, бір ғана сұраққа тиесілі болып тұр. 15-ші жаттығу. Дара және күрделі мүшелерді соларға сай келетін сөйлемдермен сәйкестендір. Олай болса, дара және күрделі мүшелерге берілген сөйлемдерді қайсына жататынын анықтайық. Бірінші сөйлем. Бала орманға барды. Не істеді? Барды. Бір ғана сөзден тұр, яғни ол дара сөйлем мүшесі. Болат қағаздан кеме жасады. Не істеді? Жасады. Бір ғана сөзден сөйлем мүшесінен тұр, сондықтан бұл дара мүше. Көшеттерді суғаруға 11 бала бөлінді. Қанша бала? 11. 2 сөзден тұр, ендеше бұл күрделі мүше. Қызыл ала көбелек гүлге қонды. Қандай көбелек? Қызыл ала. Күрделі сөйлем мүшесі. Және соңғы сөйлем орман желмен тербеледі. Не істейді? Тербеледі. Бұл әрине дара мүше. Шығармашылық үзіліске назар аударайық. Суретке назар аудар.
Бұл суретте ЮНЕСКО-ның бүкіл әлемдік мұрасына Қожа Ахмет Яссауидің кесенесі, таңбалы тас петроглифтері, Сарыарқа даласы мен солтүстік Қазақстан көлдері, Жібек жолы мен Батыс Тянь-Шань таулары енді. Олай болса, сен де осы жерде берілген ескерткіштерді қарап отырып, дерек сөздерден бүкіл әлемдік мұра нысаны болып табылатын қазақтың тарихи ескерткіштер туралы ақпарат тауып, олардың тізімін жасап көр. Бұл үйге берілген тапсырма болатын. Олай болса, соңғы сабағымызды тағы да бір рет қайталап, ойды дәлелдеуді үйренейік. Қай жағдайда күрделі мүше болады? Бұл күрделі мүше бола алады, себебі екі сөзден немесе одан да көп сөзден құралу керек. Және де ол екі сөз немесе одан да көп сөз бір ғана сұраққа жауап беріп, сөйлемнің бір ғана мүшесінің қызметін атқару керек. Тағы да бір мысал келтірейік. Мысалы, Арман тарихи кітап оқып отыр. Не істеп отыр? Оқып отыр. Яғни оқып отыр деген екі сөзде құралып, бір ғана сөйлем мүшесі болып, бір ғана сұраққа жауап беріп тұр. Не істеп отыр? Оқып отыр. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деген ойдамын. Бүгінгі сабақта сен берілген сурет арқылы мәтіннің мазмұнын болжай алдың, мәтіннен күрделі мүшелерді табуды үйрендің деген ойдамын. Келесі кездескенше сау болыңыздар.